Так, мына жерде қарасаңыздар, бәрі вроде бірдей болып көрініп тұр, иә? Бұл жерде араның 3 түрі бар. Жаңа аналық дедім. Аналығы мына ішінде миллиардтаған или миллиондаған ара болады. Соның ішінде тек қана бір аналық арасы болады. Бүкіл процесске жауап береді бұл кісі. Бұл матка жаңағыдай. Каждый сол сияқты, мысалы, каждый ұяның ішінде каждый өзінің бір аналығы болады. Мысалы, мына улиннің ішіндегі ара мынаған кіретін болса, бұлар жаңағыдай бұны кіргізбейді, өлтіріп тастайды. Неге десеңіздер, мына матка жаңағыдай өзінің бір иісін беріп, бүкіл каждый ұясының өзінің жаңағыдай феромон дейміз ғой, жаңағыдай нелердің иісін шашып отырады. Сол себепті қарасаңыздар, мында мынау рабочий ара. Мында жаңағы біздің аналық арамыз күніне дейміз ғой, бір 24 сағатта 500-ден 2000-ға дейін жұмыртқа салатын торлардың ішіне. Ол жаңағыдай 16 күн бойында жаңағыдай бірінші күндік, 2 күндік, 3 күндік деп жаңағыдай бөлеміз. Бүйтіп қарау жаңағыдай визуально қараған кезде. Содан кейін 15-16 күндері жаңағыдай запечаткаланады. Сосын жаңадан ішінен жаңағыдай таза жаңа жетілген ара жаңа шыға береді. Дәл солай, мысалы, мына ішінде 10 рамка болатын болса, 10 рамкада жаңағыдай аралар процесс бүйтіп жалғаса береді. Жаңа айттым, 40 күн өмір сүреді. 40 күн өмір бір штук ара. Сол 40 күн өмірдің ішінде чайный ложка дейміз ғой, кішкентай қасық бар ғой біздерде. Сондай көлемде мед әкеледі бұлар. Сосын жаңағыдай қатаяды да, улисын тастайды, я болмаса басқа жерде өліп қалады деген сияқты.